Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге қарыннан салат жасайтын боламыз. Ол үшін біз қарнымызды 2-3 сағат пісіріп, жұмсақ қылып пісіріп аламыз. Оны осылай әдемі қылып турап, оның үстіне қызыл, сары, жасыл болгарский бұрышымызды, пиязымызды, болгоркимізді, чесногымызды және де күштен өткізген сәбізімізді дайындап қоямыз. Және де қара бұрыш, қызыл бұрыш, паприканы қосып, және соевый соусымызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Үстіне чеснок, бұл жақта майды қыздырып жатырмын. Қызған майды үстіне құятын боламыз. Түріміз қырылып тұрған болды.